Бедеуліктің диагнозы қойылған әйел қалай сізге келіп жүкті болды дейсің, иә? Ол каждый второй солай келеді маған. Бәріне бедеулік деген диагноз қойылады. Сен енді вообще көтермейсің дейді көптеріне. Көбі айтады, маған айтты дейді, сен екасыз көтермейсің. Или сенің ұрығың жарамайды, только донордың ұрығын алу керек деп айтты деп келеді маған. Маған келген әйелдердің барлығы по медицинским показаниям они не должны никогда рожать, никогда рожать не должны были. Но олар маған келген сон, мен қарап емдеген сон, мен себебін тауып берген сон, сол себебін алып тастағаннан кейін олар обязательно көтереді. Маған келген әйелдердің 80% көтеріп, бірнеше бала болған әйелдердің барлықтары сондай диагнозбен келгендер. Солардың барлықтары қазір көтерді, балалы болды. Ол ең бірінші. Мен себебін таптым оның. Неге көтермей жүрген себебін тауып бердім. Соны алып, емдеп болған соң олар көтереді обязательно. Мен біріншісіне ғана болсам, одан кейін екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетіншісін бәрін өздері көтере береді. Қазір маған чатқа жазып жатыр ғой, мен сізге барып 3 балалы болдым. Мен сізге барған соң қазір 4 балалы болдым, 5 балалы болдым. Олар менің даже списогымда да жоқ. Бірақ та олардың бәрі действительно маған кеп көтерген әйелдер. Если біреу айтса, бір кісі айтса, жарайды 10 кісі айтса, сенуге болмайды, иә? Если жалпы жан-жақтан елдің бәрі айтып жатса, значит, менің емім что-то стоит. Правда ведь? Даже келіп жылап айта алмайды, иә, кісілер? Действительно, это так. Ол бәрі солай. Маған келгендер, маған қазір менің удивляться ететінім бар ғой, иә? Маған келген қыздардың бәрі или көтеріп жүрген қыздар өздері де білмейді олар көтеріп жүргендерін. Или әлгі міне көтерейін деп жүрген қыздар. Просто ұрықтары 1-2 миллиметр жетпей тұрған қыздар. Мен оларға особый түкті істеп жатқан жоқпын ғой. Мен осы қолымменен қойып, кәдім көтертіп отырмын, иә? Менің қыздарым да сөйтіп көтертіп отыр. Значит, біздің еміміз, вот мен Америкаға барып келдім ғой, олар вообще удивляется, қалай біз еркектің ұрығын қалай көтеретінімізді, қалай біз сол органдарға влиять ететінімізді. Олар қазір де мені научный жұмысқа шақырып отыр. Но мен просто 70 жасымда барып қайтадан научный жұмысқа кіре алмаймын ғой, Америкаға барып 3 жыл, 5 жыл жүріп. Вот сондықтан олардың бәрі таңғалатын жағдай. Бұл адамның қасиеті бар ғой, бар, жоқ емес. Сол қасиетпен істеп отырмыз. Елдің бәрі мен құсап қолын қойса, басқадар көтере берсе, көтере бермей ме? Ол олай емес. Бұны үйретуге де болмайды, оқытуға да болмайды. Мен, например, дәрігерлерді оқытам деп отырмын ғой. Бірақ та оларды мен өзімнің мен құсап істе деп оқытпаймын. Так как олар дәрігерлер, они должны знать, қалай көтертуге, көмектесуге болады. Дәрігерлерде де көмектесе алады. Менімен істеп отыр ғой, Ақтауда Жамиля Бердешина. Қанша жыл Ақтаудың барлығын маған звондап, күнде кешке екеуміз сөйлесеміз. Күнде кешке пациенттер маған айтады, немене назначение берді. Назначениеден кейін олар қандай болды. Соны бәрін айтты. 2 ай ол кісі өзі-ақ көтертіп көреді. Системадарын беріп, недерін уколдарын беріп, воспалениядарын алып, көтертіп көреді. Көтермей жатса маған жібереді. А көтертіп отыр. Значит, бәр дәрігерлерді де солай дайындауға болады. Любой гинеколог, врач өздерінің кабинеті бар, жеке істеп отырғандар, осы мен істегенді істей алады. Жарайды, менің қолыммен істегенді олар істей алмайды. Одан басқасын істей алады ғой. Мен айтып отырмын ғой, көп қыздардың бәрі дұрыс диагноз қойылмаған. Өздері неге көтермей жүргенін білмейтін. Көтеріп жүр, түсіріп жүр, соны да білмейді даже. Мен соларды көтертіп, біз каждый понедельник, среда, пятница қанша кісіні зачатияға жібереміз. Ертеңде бір күннен кейін зачатия жасап, 2 күннен кейін олар қайтадан келеді. Сонда бәрінде же получается, ұрық жарылады. Бірақ та енді сол жолы көтеріп кету мүмкін емес. Может, уже олар грамотный болады. Келесі жолы көтереді, келесі айда. Енді мен алды емеспін ғой, анау жарылды екен деп көтердің деп айта алмаймын. Біз жарып көреміз фолликуланы, жарылды ма, желтое тело шықты ма, соның бәрін қараймыз да айтамыз. Міне, бәрі произошло, теперь жди дейміз. Кейбіреу сол кезде көтеріп кетеді. Кейбіреу 2 айда, кейбіреу 3 айда, кейбіреу тіпті 4 айда көтереді. Но факт, что олар себебін алды. Олар көтереді обязательно. Вот сондықтан енді емделгенде ақырына дейін емделу керек. Жарты жолда тастап кетпеу керек. Может, дәрігер де дұрыс емдеп жатқан шығар.
оларға назначение берді ғой, после назначения барып қайтадан тексерілу керек. Ол соны істемейді ғой. Сол жарты жолда қалып дәрігерін ауыстыра салады. Олай болмау керек.